Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біздер 4-ші сыныптың математика сабағымен танысатын боламыз. 16-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өткенді қорытындылау. Бірінші тапсырманы қарайық. Шартты белгілерге назар аудар. Дәптеріне әр қала атауының тұсындағы тұрғындар санын жаз деді. Мына жерде қалалар берілген және әртүрлі түсті дөңгелектер берілген, оның мағынасы астында жазылып тұр. Ол тұрғындардың санын білдіреді. Мысалы, қарайық. Бірінші 1 миллионнан жоғары. Бұл қай қалалар екен? Бұл Нұр-Сұлтан қаласы, яғни қызылмен белгіленіп тұрғандарды қараймыз. 1 миллионнан астам. Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы және Шымкент қалалары. Келесі 400 мыңнан 599.999-ға дейінгі. Яғни ол сарымен белгіленіп тұр. Мына жерде сарымен белгіленіп тұрған Қарағанды және Ақтөбе қалалары. Үшінші 300 мыңнан 399.999-ға дейін. Ол мына жерде жасыл түспен тұр. Ол Тараз, Павлодар, Семей, Өскемен. Төртінші 200 мыңнан 299.999-ға дейін. Ол мына жерде ашық көк түспен белгіленіп тұр. Ол Петропавл, Қостанай, Орал және Атырау, Қызылорда. Бесінші 100 мыңнан 199.999-ға дейін. Ол мына көк түсті дөңгелек, қою көк түсті. Ол Талдықорған. Мына жерде Талдықорған, Түркістан, Ақтау, Рудный, Көкшетау, Екібастұз, Теміртау. Және ең соңғы мына көкөніс 99.999-ға дейін деп. Ол ең кішкентай дөңгелекпен белгіленіп тұрған Жаңаөзен, Байқоңыр, Кентау, Арыс, Қапшағай, Приозерік, Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш, Қаражор, Шахтинск, Сарань, Арқалық, Зайсан, Алтай, Риддер, Ақсу және Степногорск, Лисаков. Ары қарай екінші тапсырманы қарайық. Мәтінді оқы. Астана қаласынан Алматыға дейінгі арақашықтық темір жол бойынша 1354 километрді, автокөлік жолымен 1200 километрді құрайды. Стамбулдан Анкараға дейінгі арақашықтық 450 километрді, Нью-Йорктен Вашингтонға дейін 288 километрді, Сиднейден Канберраға дейін 300 километрді құрайды. Бейжіңнен Шанхайға дейінгі арақашықтық 1318 километр. Мәтіндегі сандарды өсу ретімен жаз, қорытынды жаса. Қай мемлекеттердің екі ірі қаласының арасы бір-бірінен алыс орналасқан? Мына жерде өсу ретімен жазатын болсақ, сандарды ең кішкентайынан бастаймыз. Ол мына жерде бірінші бізде 288, одан кейін 300, 450, 1200, 1318 және 1354. Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қаласының арасы алыс. Ал Пекин мен Шанхайдың арасы алыс екен. Келесі, үшінші тапсырманы қарайық. Амалдарды орын. 9 тәулік 2 сағат. 9 тәулік 2 сағаттан азайтамыз 6 тәулік 9 сағатты. Бұнда 2 тәулік 17 сағат шығады. 13 жыл 8 айдан 5 айды азайтамыз. 14 жыл 1 ай. 9 сағат 20 минуттан азайтамыз 6 сағат 40 минутты, 2 сағат 40 минут. 5 тәулік 8 сағатқа қосамыз 9 тәулік 46 сағатты. 16 тәулік 6 сағат шығады. 10 сағат 15 минутқа 12 сағат 45 минутты қосамыз 23 сағат. 5 апта 3 күннен азайтамыз 3 апта 6 күнді. 1 апта 4 күн қалады. Ары қарай
Төртінші тапсырманың асына қарайық. Шетелдік қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдары ұнайды. Ас мәзіріне қара. 3 түрлі тағамнан түскі ас ішудің қандай нұсқалары бар және олар нешеу? Мүмкіндіктер тармағының нұсқаларын құрып, теңгемен ең арзан және ең қымбат түскі ас мәзірін анықтады. Міне қарайық. Мүмкіндіктер тармағы біздер бұл жерде ас мәзірінде 2 түрлі тағам және сусындар бар, иә. Бірінші тағамда сорпа және кеспе, екінші тағамда қуырдақ қазақша ет және сусыннан қымыз бен шұбат бар. Енді бірінші нұсқасы ол сорпа 380 теңге, қазақша ет 420, қымыз 150, барлығы 950 теңгені құрайды. Екінші нұсқа сорпа 380, қуырдақ 260, шұбат 200 теңге, барлығы 840 теңгені құрайды. Үшінші нұсқасы сорпа 380 теңге, қазақша ет 420 теңге, шұбат 200 теңге, барлығы 1000 теңгені құрайды. Енді төртінші нұсқасы сорпа, қуырдақ, қымыз, барлығы 790 теңге құрайды. Бесінші нұсқасы кеспе және қазақша ет 810 теңге. Және мына жерде қымыз бар 150 теңге, яғни кеспе, қазақша ет, қымыз, барлығы 810 теңгені құрайды. 810 теңге. Енді алтыншы кеспе, қуырдақ, қымыз, барлығы 650 теңге құрайды. Жетінші нұсқасы кеспе, қазақша ет, шұбат, барлығы 860 теңгені құрайды. Енді 8-ші нұсқа кеспе, қуырдақ, шұбат, барлығы 700 теңгені құрайды. Сонда 8 түрлі нұсқа бар. Бұл жерде ең арзан түскі ас ол 650 теңгені құрап тұр. Яғни кеспе, мына жерде тұрған кеспе, қуырдақ, қымыз деп тұр ғой. Бұл ең арзаны болып тұр. Ал ең қымбат түскі ас ол 1000 теңгені құрап тұр. Ол мына жерде 3-ші нұсқада сорпа, қазақша ет, шұбат. Енді әрі қарай әсін қарайық. Былай дейді. Бірінші, екінші, үшінші тағамның әр қайсысы 2 түрлі тағамнан тұратындай өз ас мәзірінде құрастырылды. Мысалы, бірінші тағам тұшпара мен сорпа, тұшпара 420 теңге, сорпа 380 теңге. Екінші тағамға палау мен манты, палау 460 теңге, манты 530 теңге шамамен. Ал сусындардан су 180 теңге, шырын 250 теңге. Осылай осыған ұқсастырып, өз нұсқаларыңызды құрастырып көрсеңіздер болады. Әрі қарай 5-ші тапсырманы қарайық. Қайтарып алынатын артық ақшаны сана. Сен оны қандай қағаз ақшамен және монетамен аласың? Нұсқалардың біреуін жаз. Сенің сатып алған заттарын, мына жерде әртүрлі ақшалармен тұр, және сенде қағаз ақшалар бар деп тұрады. Енді қарайық. Мысалы, $50. 50 доллар. Азайтамын. $25 және 20 цент. Сен сатып алған затың $25 және 25 цент. $50-дан $25 цент азайтамыз. $24.75 цент. Енді $24.75 центтан $24.75 тең, яғни саған қайтарады ғой, былай дейді. Сен оны қандай қағаз ақшамен және монетамен аласың дейді. Қандай монетамен, қағаз ақшамен алуы мүмкін? Қайтарып беретін ақшаны. Ол $20, $2, $2, $1 дайым деген ол да монета, кіші монета. 2 дайым, 5 цент, 5 цент, 1 дайым, 10 цент, 5 цент, 5 цент, 10 цент, 10 цент. Және қосу 6 цент. Енді әр қарай келесін қарай. 20.000 рубль. Содан азайтамыз 15.000 рубль. 5.000 рубль. 5.000 рубльді сен 1000 рубль
1000 рубль, 1000 рубль, 1000 рубль, 1000 рубль. Яғни 1000 рубльдің бесеуімен аласың. Келесі 10 евро. Мына жерде 100 евро. Мына жерде 50 евролық зат алдың, сенің қолыңда 100 евро бар. 100 евродан азайтамыз 50 евроны. 50 евро қалады. Енді 50 евроны сен қалай қайтарып аласың? Ол 20, 20 және 10 евромен қайтарып аласың. Келесі 6-шы тапсырманы қарайық. Есеп беріліп тұр, есепті шығар. Ерлан Астана қаласында тұрады. Ол Мәскеу университетінің студенті. Ерлан оқуына кетуге дайындалып жатыр. Оның Мәскеуге немен баратынын таңдауға көмектес. Кассада қайтарып беретін ақшасын есепте. Ерланға қайтарылатын ақшаны қандай ақшалармен беруі мүмкін? Нұсқалардың бірін жаз. Мына жерде Астана Мәскеу билеті 79.236 теңге. Астана Мәскеу авиабилеті ол 84.620 теңге дейді. Енді оның қолында қанша ақша бар екен қарайық. Оның қолында 10.000 теңге. Яғни 20.000 теңге. 20.000 теңгеден бесеуі бар. Яғни ол 100.000 теңге. 100.000 теңге. Егер ұшақпен баратын болса, 100.000 теңгеден азайтамыз. Ұшақтың бағасы мына жерде 84.620. Азайтқан кезде 15.380 теңге қалады. 15.380 теңгені ол қалай қайтарып алады? 10.000 қағаз ақша, 5.000 қағаз ақша, және 200, сосын қосамыз 100 теңгелік монетаны, қосамыз 50, қосамыз 20, және бұнда барлығы 15.380. Егер де ол 80.000-нан азайтамыз 79.236-ны. 79.236 теңге ол ненің билеті? ЖД билеті, поезд билеті. Азайтсақ 764 теңге қалады. 764 теңге біз қайтарып аламыз. 500 теңге, қосамыз 200-ді, қосамыз 50-ді, қосамыз 10-ды, қосамыз 2-ні және 2-ні. Барлығы 764 теңге. Ары қарай 7-ші тапсырманы қарайық, ойланып. Марат ағай Әлиядан 15 жас үлкен. Ол өзінің әпкесінен 5 жас кіші. Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас болды. Марат ағайдың жасы нешеде? Жауаптардың бірін таңда. 25, 17, 29. Теңдеу құрып шығарамыз. Әлияның жасы белгісіз, яғни X деп аламыз. Марат ағай X қосу 15 деп аламыз Марат ағайдың жасын. Өйткені ол Әлиядан 15 жас үлкен дейді. Ал әпкесі X қосу 15 қосу 5. Әпкесінен 5 жас кіші. Өзінің әпкесінен 5 жас кіші. Яғни одан 5 жас үлкен болып тұр ғой. Бұнда мынадай теңдеу шығады. X қосу X қосу 15 қосу X қосу 20 тең 65. Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас тұр. Енді мына жерде қараңыздар, X-тің үшеуі бар. 1, 1, 2, 3. Яғни 3X деп жазамыз. 3X көбейтілген 3 қосу 35. 35 қайдан шықты? Мына 15 пен 20-ны қосқанда 35 тең 65 жазамыз. Енді ары қарай шығарамыз. X пен 3-ті бір жағына қалдырамыз. Мына жерде 35-ті азайту амалымен екінші жағына шығарамыз. X көбейтілген 3 тең болады 65 азайтылған 35. X пен 3-тің көбейтіндісі 30-ға тең. X-ті табу үшін 30-ды 3-ке бөлеміз. X 10-ға тең. Сонда Әлия 10 жаста екен. Әлия 10 жаста. Жауабы Әлия 10 жаста, Марат ағай 25 жаста, ал әпкесі 30 жаста екен. Ары қарай 8-ші тапсырманы қарайық. Дымбілмес өзінің достары туралы өлең жазуға 5 минут және 17 секунд уақыт жұмсады. Бұл шығармашылық жұмыспен ол қанша секунд айналысты? Яғни өлең жазуға 5 минут және 17 секунд жұмсады.
5 минут 17 секундты айналдырамыз. Яғни 1 минутта 60 минут бар. 5-ті 60-қа көбейтеміз. 5-ті 60-қа көбейтсек 300 секунд болады. Оған қосамыз 17 секундты. Сонда 317 секунд. Жауабы ол 317 секунд жұмсады. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.